Бұқаралар ұрысы Грецияда давам етеді, һәм Фарсоллас ұрысында Цезарь Помпейді жеңеді. Жеңіліске ұшыраған Помпей жанын сақлап қалу үшін Мысырға қашуға қарар етеді. Бұл жерде ол алдын саяси ауқам дүзген, жәрдем берген еді. Сол себеплі ол Мысырда баспана табуға үміт етеді. Бірақ та бұл үміт ақланбайды. Мысырда хакімият жоғарысында тұрған Клеопатраның жас үкесі Птоломей 13-ші Помпейді саяси қауіп деп есаплайды. Әмде ол Цезарьдың мейіріміне, құрметіне ерсу мақсатында Помпейді өлтіреді және оның кесілген басын Цезарьға сыйлық ретінде ұсыныс етеді. Бұл Цезарьға жақпайды, себебі ол Помпейді Рим бұқарасы һәм бұрынғы досы ретінде құрмет ететін еді. Помпейдің жыртқышларша өлтірілгенінен кейін Цезарь Мысырдағы мәселелерге араласуына себеп болады.